Балалар, бүгін сабағымыз 52 сабақ 2, 4, 6, 8, 10 сандарының жартысы дейді. 2, 4, 6, 8, 10 сандарының жартысын табуды үйренесің дейді. Бірінші есебіміз оқушыларға Қазақстан қалалары бейнеленген карточкаларды тең бөлуге көмектеседі. Бұл жерде қарап тұрсақ, Ақтау, Шымкент екеуінің ортасын бөлетін болсақ, Түркістан, Павлодар 2-2-ден бөлінеді екен, иә. Енді Ақтөбе, Нұрсұлтан, Ақтөбе болатын болса, ортасынан теңдей бөлсек 3-тен бөлінеді екен. Сол кезде бізде қарап тұрсақ, бұл жерде 2-2-ден бөлінгеніміз жұп сандар, 3-тен бөлінгендеріміз тақ сандар екен, иә. Мына есте сақта дейді, 2, 4, 6, 8, 10 жұп сандар екен. 1, 3, 5, 7, 9 тақ сандар екен. Қарап тұрсақ, сандардың құрамын айт, не байқадың дейді. 1-ге 1 қосақ 2 шығады екен, 2-ге қосақ 4 шығады екен, 3-ге 3 қосақ 6, 4-ге 4 қосақ 8, 5-ге 5 қосақ 10 екен, иә. Бұл жерде 2, 4, 6, 8, 10 дегеніміз, бұлардың бәрі жұп сандар екен. Енді бізде келесі, балалар Қазақстан қалаларының суретін салды. Олар әр түсті бояу құйылған құтыларын қалай теңдей бөліп алды дейді. Бұл жерде 6 құтыны көріп тұрмыз, иә. Көк құтыны сөзіп 2 қыз бен ұл 3-тен бөліп алған екен. Мына жерде жасыл құтыны көріп тұрмыз, бұл жерде 8 екен, сөз 4-4-тен бөліп алды екен. Мына жерде 10 көріп тұрмыз, қызыл құтыны сөзіп 5-5-тен бөліп алған екен. Енді үшіншісі есепте дейді. 100-ден аламыз 20-ны, қараңыздар, сіздер оңай бол үшін 10-нан 2-ні алсаң деп шығарсаңыздар болады, соны артынан 10-ын қоссаңыздар, сол кезде оңай шығады екен. 100-ден алсақ 20-ны 80, 100-ден 30-ды алсақ 70, 90-нан 30-ды алсақ 60, 70-ге 20-ны қоссақ 90 екен. 60-ға 10 қоссақ 70, 80-ге 10 қоссақ 90, 40-ға қоссақ 50-ді 90 екен, 80-ден алсақ 60-ды 20 шығады екен. Енді бізде арғары төртінші есеп айырмашылықты тап дейді. Бұл жерде 5 айырмашылық тап дейді. Қарап тұрсақ, мына важный сияқты көрініп тұр ғой, сол мен мына жердегі екеуінің айырмашылығы бар екен, мына жерде қызыл, мына жерде ала екен. Екіншісі, қараңыздар, мына жерде ақ болып тұр, мына жерде терезелер болып тұр, сол 2 айырмашылық. Енді бізде үшінші айырмашылық, мына жерде үй жоқ екен, мына жерде үй бар, көк үй, мына жерде жоқ екен. Сосын қарап тұрсақ, мына жерде бұлт, мына жерде бұлт бар, мына жерде жоқ екен. Мына тағы да мына жағында, мына жақтарын қарасаңыздар, мына талымыз бар, бәрі бар екен. Сол кезде мына жердегі сияқты, по-моему, мына жер қызыл болып тұр, мына жерде ақ болып тұр. Бұны есі айырмашылықтар тапты. Көздеріңізді іздеп көріңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.